Баршаңызға сәлем. Бүгін өте оңай бір жұмыртқадан дайындалатын пирогты әзірлейтін боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: қант, ұн, бір дана жұмыртқа, салқын су, сұйық май, аздаған тұз, қопсытқыш және өрік қажет болады. Ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстіне қантымызды қосып араластырамыз. Оның үстіне салқын суымызды құйып, қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Қантымыз еріген соң сұйық майымызды құямыз. Бөлек ыдысқа ұнның үстіне қопсытқыш және тұзды қосып араластырамыз. Біртіндеп бөліктерге бөліп қосып араластырып шығамыз. Осындай масса пайда болады. Енді май жағылған формамызға массаны құямыз. Бетіне өрікті әдемілеп қойып шығамыз. Сіздер басқа да жемістерді пайдалансаңыздар болады. 180 градуста 40-50 минут аралығында пешімізде пісіріп аламыз. Міне достар, пирогымыз дайын. Енді бөлікке бөліп кесіп көрсетемін. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.